Тағы бір 20 минут разбордан ақша таппау туралы түбі не болып шығады. Қараңыздар, бұл кісі оранған кісі, и жолдасы да оған жұмыс жасауға рұқсат етпейтін кісі екен. И айтатын заты жаңағы әйел адам түрін көрсетіп, даже даусын естіртіп жұмыс жасай алмайды деп айтады. Басында сөйтіп айтып жатады, бірақ түбінде не зат шықты? Түбінде ол кісі жұмыс жасаудан жасаймын десе, ақша табамын десе, шаршаймын деген состояние ортақ шығады. Шаршаймын дейді, и осы мен жұмыс істесем шаршаймын деп мойындау психикаға ауыр, ол үйтіп мойындамайды. Егер үйтіп мойындайтын болса, жаманмын деген ой келіп қалады. Сондықтан ол әртүрлі сылтау жабады. Осылай дінді қорғануы мүмкін. Еще сондай адамды біз тартамыз, өзіміздің установкамызға қарай осылай жұмыс жасауға рұқсат етпейтін еркекті тартасын. Және де хотя ол ақша тапқысы келеді. И бұның тағы бір астындағы бір зат, мына зат болып шықты. Папасы мен мамасы қарым-қатынасында, ақша тематикасында папасы ақша табады, бірақ мамасына беретін болады. Көп части ақшаны мамасы ұстайтын болады. Бірақтан араларында көп именно ақша жетпей жатыр деген ұрыс көп болады. Получается, бала не түйеді? Әйел адамға лучше ақша ұстамау. Байқаватсыздар ма? Қандай прям терең-терең жатқан заттар. Сол себепті де ол жұмыс жасамайды, сол себепті де ақша таппайды. А то ақша табатын болса, ол ақша жетпей жатыр деген кінәға ұшырайтын болады.